Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Ұлы даладағы ежелгі мәдениет. Сабақтың мақсаты автордың негізгі ойы мен көзқарасын анықтау. Кесте мен сызбаларда берілген ақпараттарды салыстыру. Жазылым тапсырмасы 10-шы тапсырма. Сөздіктерді пайдаланып, синоним сөздерді топтап жаз. Әр сөзге бір сөйлемнен құра. Берілген сөздер: байырғы, көсем, өжет, бұрынғы, басшы, батыр, сауыт-сайман, баһадүр, ежелгі, ер-тұрман, патша. Бағалау парағы сөздердің мағынасы мен аудармасын анықтайды 2 ұпай. Сөздікпен жұмыс істей алады 1 ұпай. Сөздерді топтап жазады 1 ұпай. Сауатты жазады 1 ұпай. Ортақ етіс. Ортақ етіс дегеніміз не? Ортақ етіс қимылдың орындаушысы 2 не одан көп екенін білдіретін етістің түрі. Ортақ етіс ыс, іс, с жұрнақтармен жасалады. Мысалы, сақ тайпалары бір-біріне көмектесті. Көмектесті етістігінен бірнеше тайпаның әрекет екені көрінеді. 6-шы тапсырма, оқылым тапсырмасы. Мәтінді түсініп оқы. Қою әріппен жазылған сөздердің мағынасын анықта. Қазақтың ұлы даласында мәдениет ежелгі заманда пайда болған. Ұлы даланы мекендеген жиһангез тайпалар көшпенділер мәдениетін қалыптастырды. Олар бізге археологиялық деректер мен халықтың естелігі арқылы жетті. Еуразия құрлығындағы Ұлы Жібек жолы шығыс пен батысты сауда-экономикалық жағынан байланыстырды. Байырғы ғұн патшасы Еділ, яғни Аттила, 5-ші ғасырда Еуропаға жорық жасап, тайпалардың басын біріктірді. Еділ ұлы қолбасшы, әрі ақылды көсем болды. Ол Еуропада бейбіт өмір орнатты. Еділ патша Рим империясындағы құл иеленушілікті жойды. Осылайша адамзатты құл иеленушіліктен азат етуге көмектесті. Еуропалықтар өжет, ғұндардан соғыс өнері мен рыцарлықты үйренді. Олар салт атты мінуді, киімді, қаруды ғұндардан алды. Ғұндар мен қыпшақтардан соғыс қаруын жасауды үйренді. Ғұндар Еуропаға монша, руна жазуды әкелді. Ұлы дала көшпенділері адамзат тарихында бірінші рет жылқыны қолға үйретті. Аттың жүгені мен 2 дөңгелекті сорғыз арбасын, қылышты ойлап тапты. Олар Енисейдегі, Алтайдағы, Қаратаудағы петроглифтерде бейнеленген. Көшпенділер сауыт-сайман мен тұрмыстық заттарды алтынмен, күміспен әшекейлеген. Бұл көшпенділердің алтын мен күмісті пайдаланудың жоғары технологиясын меңгергенін көрсетеді. Есік қаласынан табылған алтын адам соның нақты дәйегі. 5-ші тапсырма, жазылым тапсырмасы. Көп нүктенің орнына ортақ етістің жұрнағын жаз. Ұлы қолбасшы Еділ Еуропада бейбіт өмір орнатуға ортақ етістің жұрнағын жазамыз. Осылайша адамзатты құл иеленушіліктен азат етуге көмекте ортақ етістің жұрнағын жазамыз. Шығыс пен батыстың мәдениеті тап ортақ етісті жазамыз. Еуропалықтар ғұндар әкелген мәдениетке тез үйрен ортақ етістің жұрнағын жазамыз. Бағалау парағы. Мәтінді оқып қою әріппен жазылған сөздердің мағынасын ашады 2 ұпай. Көп нүктенің орнына ортақ етістің жұрнағын қояды 2 ұпай. Сауатты жазады 1 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.